Құрметті жамағат, бүгінгі айтылатын аятымыз Ниса сүресінің 135 аяты. Алла Тағала: Аузубиллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману куну қауамина бил қисти шухада'a лиллах ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلون أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. Аяттың мағынасында ва иман келтіргендер дейді Алла Тағала. Әділдікте мықты тұрып, егер өздеріңнің, әке-шешелеріңнің және жақындарыңның зиянына болса да, Алла үшін айғақ болыңдар дейді. Бай немесе кедей болса да, өйткені Алла екеуіне де тым жақын. Нәпсіге еріп әділдіктен ауытқымаңдар. Егер тілдеріңді бұрып, шындықты бұрмаласаңдар, шексіз Алла не істегендеріңді толық білуші дейді. Аят жалпы әділдікті ұстануды міндеттейді, өсиет етеді. Өмірдің қандай саласында болмасын, тіпті қандай адаммен қарым-қатынас жасаған кезде де әділдікті ұстану керек, әділ куә бола білу керек. Жақыным деп, немесе туыс деп, немесе қандай да бір жақындықты, бір рулықты, ұлттықты, ондай әділдікте тұратын кезде бұндай нәрселерден аулақ болған дұрыс. Тіпті ата-ана дейді, Алла Тағала айтады. Бұл мысалға өмірде күнде кездеседі. Мысалы қарапайым кезекте тұрудың өзінде де біз танысымызды алып кезекке кіргізіп алсақ, кезектен бұрын қаншама халықтың, қаншама қоғамның жаңағы неде тұрған, кезекте тұрған ақысын жеп қойған боламыз. Сол сияқты бұл әділдіктің қыры өте көп. Ол жемқорлық мәселесі сондай. Мысалға қаншама адам кезекте тұруы мүмкін. Ал жаңағындай кісі өзінің жұмысын шешкізіп алады да, қаншама кісінің несі ақысы қалады. Тіпті бұл саудада да сондай. Саудада да әділ саудагер болған Алланың не ризалығына жетелейтін амалдардың бірі. Таразыдан не дейді? Жемеңдер дейді. Мысалға Абу Ханифаның өмірінде осындай оқиға болады. Ол кісі Абу Ханифа саудагер болған. Базарды бір аралап жүріп, бір әйел кісіні көреді. Бір жібек мата сатып атып, бір көйлек сатып атқан әйел кісіні көріп, мынаны қаншаға маған бересің дейді. Сонда жаңағы әйел кісі оған 100 дирхамға беремін дейді. Яғни 100 дирхамға алыңыз дейді. Абу Ханифа жаңағы заттың сапасын, матаны танып тұрғаннан кейін, бұны өте төмен бағалап тұрсың дейді. Әйтпесе бұлай үндемей алып кетсе болады, бірақ алайда біздің ұлы имамымыз, имам Ағзам Абу Ханифа, ол кісіге көтертуін сұрайды бағасын. Ол әйел 200 дирхам дейді. Имам Абу Ханифа айтады, бұл бұдан да қымбат нәрсе негізі дейді. Әйел 300 дирхам дейді. Абу Ханифа тағы да көтер дейді. Сөйтіп әйел 400-ге көтереді. Абу Ханифа айтады, бұл әлі де бұған аз дейді құны. Сонда әйел кісі айтады, бұл қанша тұрады сонда деген кезде имам Абу Ханифа, бұл 500 дирхам тұратын көйлек дейді. Жаңағының сапасына, істелген жаңа еңбегіне қарап, матасының құндылығына қарап, имам Абу Ханифа не істеген? Қарапайым саудада да ондай әділдіктен ауытқымаған. Бұл әділдік бүкіл жерде, мысалға бала-шағамен қарым-қатынаста да, кімде-кімнің, мысалға бірнеше бала-шағасы болса, біреуіне сыйлық беріп, екіншісін қаратып қоюға, ол да қате болады. Өйткені пайғамбарымызға сондай оқиғамен Нұғман ибн Башир деген кісі келеді. Яғни мен бір балама сыйлық бердім дейді. Қалғандарына берген жоқпын деген кезде пайғамбарымыз айтқан барлығына бірдей болу керек деген. Яғни ол жерде бірдей, бәріне бірдей сыйлық әперіп емес, жас ерекшелігіне, несіне қарап, әрбірінің ризалығына қарап, не істеу керек? Бірдей қарым-қатынас ету керек. Сөйтіп, жаңағы Нұғман деген кісі сыйлықты ана баласынан алған екен. Алла Тағала Құранда «Хәл жазаул ихсани иллал ихсан» дейді. Яғни жақсылықтың құны тек қана жақсылық дейді. Бұл бір кімге біз қандай ихсан қылатын болсақ, ол ихсанмен қайтады дүниеде және ақыретте.
әділ болудың қандай жақсылық несі бар, қандай сыйы бар? Білесіздер ме, қиямет күні Алла Тағаланың аршысының көлеңкесінде 7 адам сол көлеңкеге ие болады екен. Солардың бірі әділ басшы болған кісі екен. Яғни өзінің қызметкерлеріне әділ қараған, елге, қоғамға, мысалға әкім болсын, басқа болсын, кез келген мекеменің басшысы болсын, әділдікті ұстанған кісі Алланың аршысының көлеңкесінде болады екен қиямет күні. Бұл деген өте керемет сый. Алла Тағала басқа аятта "Уама яттақиллаха яж'ал лаху махраджа" дейді. Кім Алладан қорықса, оған шығатын жол тауып береді дейді. Яғни біздер жаңағы әділдікті, шындықты айтатын кезде, жаңағы мынау бауырым еді, мынау менің руласым еді, туысым еді деп бір нәрсені бүгіп қалсақ, яғни өзіміздің болашағымыздан қорқып бір нәрсені бүгіп қалсақ, осы нәрсеге жол бермейді Алла Тағала. Керісінше, ол өзіңе зиян тиіп тұрса да айт дейді. Өйткені бір қиын Алладан қорқып жаңағы істелген бір амал, оның артында 1000 есік ашық тұр ар жағында. Сіз бәлкім бір қызметтен, мысалға сізге бір қызметтен шығу керек болып жатса, оның артында не істейді? Ар жақта одан да қайырлы сіздерге не тұр? Есік ашық тұр. Нәпақаның есігі шексіз ашық тұр. Енді ал зұлымдарға келетін болсақ, оларды Алла Тағаланың назарынан бейназар, Алланың назарынан қалып қойды деп ойламаңдар. Алла Тағала шынайы зұлымдарды қиямет күні олардың жаңағы көзі шығатын күнге дейін оның есебін беріп, оны кешіктіруде дейді. Сондықтан құрметті ағайын, отбасында, бала шағамен қарым-қатынасымызда, жұмысымызда біздер әділдікте, яғни әділ сөз сөйлеуден естуіміз керек. Сол нәрседе Алланың ризалығы үшін әділ болуымыз керек. Бұл өтірік айтуда болсын. Жаңағы тіпті бай кедей дейді. Мынаның жағдайы жоқ қой деп оған бір болысып қалсақ, бір ол әділетсіздік жасаған кезде бір кедей болсын, бай болсын, немесе бай екен деп, байдың баласы деп бір болысып қалсақ, ол біз Алланың заңына қайшы келген боламыз. Өйткені Алла Тағаланың есебінде екен сол адам. Оны бір тәрбиелегісі келіп тұр. Ол бір қателік жасады, Алла кішкене жазасын беріп, оның ақылға келуін, кейін одан да мықты азамат болуын не істеп тұр, қалап тұр еді. Біз оны тосып қойдық, өзіміздің араласып Құдайдың ісіне, Алла Тағаланың ісіне. Яғни жаңағы баланы аясақ, жаңағы мысалы оны жаттықтырушына беруге аясақ, ұрысты, бұл балама жаңағындай қатал сөйледі деген сияқты аяй берсек, ол ертең бала нетпей қояды, ол қалыптаса алмай қалады. Сондықтан бұл да әділдік деген де сондай. Алла Тағала біреуді тәрбиелегісі келіп тұр, яғни емтиханнан құлайын деп тұр, оны біз жаңағындай болысып, таныспен, басқамен бүйтіп, бауырым еді, жерлесім еді, туғанымның, көкемнің баласы еді деп бүйтіп алып шықсақ, ол ертең одан мықты маман шықпай қалады. Керісінше ол сол жерде бір төмен бағалып, немесе бір жаңағындай бір семестрге құлап нетсе, ол ойланып, одан кейін не істейді? Алла оған сондай бір жақсылықты нәсіп еткелі тұр еді, біздер өзіміз соны тыйып қойдық. Ва ахиру дауана анилхамдулиллахи раббил аламин. Амин.